Мынау сыбызғы тарып жатқан адам қойшы, ал оның қойлары шайтандар. Егер мына қойлардың не қатысы бар деп миыңыз қайнатып отырсаңыз, видеоның соңына дейін көр. ең соңында нағыз ащы шындықты еститін боласыз. Біріншіден мынау мультикті түсіндіріп кетейін. Ең бірінші бізге жайылып жүрген бір қойларды көрсетеді. Содан кейін мынау қойшы, ол өз сыбызғысымен қойларды билетіп басқарып жүр. Сосын кеш батып үйге қайтатын уақыт болды деп қойшы бүкіл қойларды қайтадан сыбызғысымен жинайды және бір қатарға қойып жүре бастайды. Сосын солай жүріп келе жатқан кезде бір кезде қойлар жан-жаққа тарап қаша бастайды. Және де қараған кезде қойшыны бір дәу ұстап алыпты. Сосын дәу ұстап алып әлгі қойшыға: "Неге қойларыңды менің жерімде бағып жүрсің? Менің ұйықтап жаттым және де мазамды алдым" дейді. Қойшы: болды қойшы айтады. Болды енді қайталанбайды деп айтқан кезде және де қойшы бұл дәудің жері екенін білмепті. Бірақ дәуге бәрібір ол қойшының өзінің иығына салып алып өз үйіне қарай бара бастайды. Ал әлгі қойшының қойлары болса уайымдап бір қорқынышты сезеді және де өзінің қойшысы үшін уайымдап отырады. Қойшы қайтадан айта бастайды: "Бұл жерге қайтып келмеймін" деп. Бірақ дәуге бәрібір. Сосын дәу өз үйіне кірген кезде біз дәу әлгі қойшы секілді тағы да басқа адамдарды ұстап алғанын көреміз. Және олардың бәрі темір тордың ішінде отыр. Сосын біздің қойшымызды да темір тордың ішіне лақтырып жібереді. Кейбіреуі тіпті тордың ішіне сыймай жатыр. Сосын қойшы қасындағы адамдардан сендерді қалай ұстап алды деп сұрай бастайды және де жақынырақ араласады. Және оларды да осылай жүрген кезде ұстап алыпты. Және де қойшы енді не болады деп сұраған кезде ал әлгі адамдар: "Кезегіміз келгенде әлгі дәу бәрімізді жейді" деп айтады. Әлгі қойшы дым түсінбей жатқан кезде қасындағы адам қазанға пісіріп жейді деп айтады. Сол уақытта дәу ұйқыға кетті. Және де мынау қойшының қасында отырған адам қазір ұйқысыған соң бәрімізді жейді деп айтады. Сосын әлгі адамның қасында отырған кісі қазір ояната бізді жейді деп айтады. Бірақ әлгі адам: "Мені жемейді, бәрі кезекпен" дейді. Сол кезде қойшы таңғалып кетеді: "Бәрі кезекпен бе?" деп. Және де бәрін түсіндіре бастайды. Мұңай отырған адамды түскі асқа жейді, ал мынау қойшының қасында отырған адамды кешкіге жейді деп айтады. Сосын қойшы оны біліп кезекті бірінші болып алғысы келеді. Және де бүкіл адамдардан өтіп ең соңғы тұрған адамның алдына тұрып алады. Және де "Қарсы емессіз бе?" деп сұрағанда әлгі енді өлейін деп жатқан адам: "Жоқ, қарсы емеспін, мен әлі асығыс емеспін" дейді. Әрине асығыс емес, өлейін деп жатыр ғой. Сосын далада таң атады. Және де әлгі дәу ұйқысынан енді тұрып жатыр. Сосын ұйқысынан тұрған кезде қазанына қарап өз көзімен қазанды жағып жібереді. Және де қазан астынан от жанады. Сосын әлгі қойшымен дос болған адамдар онымен қоштаса бастайды. Және де "Сені енді ешкім құтқармайды" деп айтады. Сосын дәу ең бірінші тұрған адамды көріп бұл кешегі ұстап алған адам екен. Және де "Неге кезегін күтпейсің" деп сұраған кезде қойшы "Бірінші болайын деп шештім" деп айтады. Және оны әлгі дәу мақтайды. Сосын "Сені жеймін" деп оны уайымдатады. Және сол уақытта қойшы дымда қорықпай: "Өлерінен бұрын сыбызғы тартсам бола ма?" деп сұрайды. Ал дәу болса "Жарайды" деп рұқсатын береді. Және әлгі қойшы өз сыбызғысын тартып жатқан кезде біз қойлардың келе жатқан дауыстарын естиміз. Сол сыбызғыны естіп қойлары топырлап сол дәудің үйіне кіре бастайды. Ал қасындағы танысқан адамдары билеп әлгі жерді дискотека қылып жібереді. Дәу болса күліп дым түсінбей тұрады және де осы әуенге қуанады. Бірақ бір уақытта әлгі қойлар дәуге қарсы шыға бастайды. Және де дәудің төбесіне шығып оны итеріп әйтеуір дәуді уайымдатады. Дәу қатты ашуланып жатқан кезде қойдың бәрі бар күшін қосып дәуді қазанға итеріп жібереді. Ып-ыстық қайнап тұрған қазанға. Дәу үйінен көті күйіп тұрған жерінен атып шығып қаша бастайды. Сосын әлгі дәудің үйінен адамдар шыға бастайды және де бостандыққа шыққанына қатты қуанады. Ал біздің қойшы болса ең соңынан барып өз сыбызғысымен өлеңін айтып қойларды өз артынан шығарады. Және де әлгі оларды алып шыққан адамдар, аман қалған адамдар әлгі қойшыға рахмет айта бастайды және де оны мақтайды. Және де бәрі өте қуанышты. Ал қойшы болса өз жолмен кетеді. Бірақ бұл мультик былай қарасақ күшті секілді, бірақ қорқынышты теориялар жетеді. Мына қойшы бағып жүрген қойлар жай қойлар сияқты көрінеді. Тек жақсылап қарасақ нағыз шайтандардың өзі. Баяғы ескі мистикалық суреттерде шайтанды қой мен адам бейнесінде көрсетілген. Яғни қой мен адам қосылған бейне. Және де мүйізі бар. Соған қарап біз әлгі қойларды шайтанға теңестіреміз. Ал ол қойларды бағып жүрген қойшы олардың иелері. Яғни шайтаннан да мықты тіршілік иесі. Сыбызғы жай ғана сыбызғы емес, ол нағыз басқару құралының өзі.
Біз білетіндей сыбызғы арқылы жыландарды билетіп, оларды гипноздайды және де қозғалтады. Бірақ біз шайтандардың жылан бейнесіне ене алатынын білеміз. Сол үшін сыбызғы арқылы әлгі қойшы қойларды басқармады, шайтандарды басқарды деген сөз. Мына дәу соңында қайнаған суға құлап көті күйіп кетеді, бірақ өлмейді. Тек көті жарақаттанып күйіп кетеді. Бұл дәудің қорққанның белгісі, және дәудің қайтадан өз үйіне оралмайтындығын білдіреді. Тек мына қойлар дәуді құрбандыққа шалғысы келген, бірақ қолдарынан келмеді. Неге құрбандыққа шалғысы келген? Себебі адамдар мен шайтандар бар әлемде мұндай артық тіршілік иесінің керегі жоқ, және де ол кедергі болады.